Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге қысқа арналған қарапайым икраның өте дәмді рецептін айтатын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен банкаларымызды тазалап, жуып, булап дайындап аламыз. Кейіннен қыздар помидор таңдаған кезде міндетті түрде сопақша емес, сондай домалақ помидор таңдауға тырысыңыздар. Өйткені өте дәмді болып шығады және суы көбірек шығатын болады. Осылай жақсылап жуып, турап алатын боламыз. Чесноктарды ашуға оңай болу үшін осылай суға сап қойсаңыз болады. Менен сіздерге тегін лайфхак. Кейіннен помидорларды міндетті түрде блендерден өткізудің қажеті жоқ. Негізі мясорубкадан өткізеді. Көбісі мен блендерден өзіме қолайлы болғандықтан блендерден өткізіп дайындап аламын. Барлығын бірге қуыратын үлкен ыдысымызға майды құямыз. Кейіннен үстінен пиязды саламыз да 3-4 минут пиязымызды қуырамыз сап-сары болғанша. Кейіннен болгар боршы, менде қызыл және көк болгар боршыны араластырдым. 7-8 минут ұзақтау қуыру керек. Бұны көлемі кішірейгенше. Кейіннен сәбізді салып, дәл солай көлемі кішірейгенше қуырамыз. Үстінен ащыны жақсы көрсеңіздер 2-3 қалампыр қосып жіберсеңіздер болады. Кейіннен жаңағы мясорубкадан өткізіп алған помидорымызды құямыз, бір араластырып жібереміз, бір қайнаған күтетін боламыз қыздар. Негізі болгар боршында сәбізінде сәл ұзақтау қуырыңыздар, сол кезде дәмді болып шығады. Бір қайнағаннан кейін үстіне помидорларыңызда кішкене қышқыл дәм болатын болса шекер, ал егер де қышқыл дәмі жоқ болса тек тұздың боршын салсаңыздар болады. Және де дәл осы жерде кішкене уксусты қосып жіберу керек. Уксуспен қоса барлық заттың мөлшерімен описанияға қалдыратын боламын. Сол жерден міндетті түрде қарап алсаңыздар болады. Үстіне аз ғана осындай лавр жапырағын және де қара бұрыш қосамыз. Ал дайын болуына бір 15 минут қалған кезде жаңа чеснок, кинза, укропты қосып жіберетін боламыз. Осыларды араластырып тағы да бір 15-20 минут қайнатамыз да. Сонымен біздің икрамыз дайын. Алып банкілерге жауап берсек болады қыздар. Негізі өте дәмді. Кинзаны біреу жақтырады, біреу жақтырмайды. Қоспасаңыздар да болады. Бірақ негізі зеленмен өте әдемі, дәл осы рецептпен жасасаңыздар дәмді болып шығады қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көріп жатсаңыздар мені белгілеп қойсаңыздар да болады қыздар. Тек қана бұл емес, басқа да әртүрлі икралардың рецепт бар менің арнамда, сондықтан арнама жазылып, комментария жазып, лайк басып қойсаңыздар болады. Дайын болған икрамызды осындай астыңғы жағын араластырып жіберіп, қою бір бөлек, сұйығы бір бөлек болып қалмасын, араластырып тұрып, 2 литрлік банкіге жаптым мен. Сіздер үйлеріңізде аз адам болса, азырақ қылып жапсаңыздар болады. Мен 2 литрлік банкіден 12 литр шықты менде. Сіз оның жартысын немесе көп қылып жабам десеңіз, осыдан 2 есе жапсаңыз болады. Банканы бұрап болғаннан кейін міндетті түрде осылай тексеріп шығыңыздар қыздар. Ас болсын, жасап көріңіздер.